Біріншісі, шыққан жеріңе қайттан кіргізіп жіберуге Құдайдың құдіреті жетеді дейді. Керексіз, болымсыз су қылып жіберуге саған Құдайдың құдіреті жетеді дейді. Саған сондай өлім беріп, шіріп, денеңді құрт жеп, қорғып қойған Аллахтың құдіреті жетеді дейді. Ал негізгі тапсыры сол сені сондай жоқтан бар еткен, судан қан еткен, қанды тән еткен, оған жан берген Аллах Тағала қияметтің күні қайтадан тірілтіп алуға құдіреті толық жетеді. Сен соған қияметтің күнде қайта тірілуге иман келтір деп тұр екен. Расында солай. Аллах Тағала бізді осы келбетте жатқан Аллах Тағалаға бізді қайта жарату ешқандай қиын емес. Жоқтан бар еткеннен бардан барды жасау Аллахқа ешбір қиын емес. Ал ертең сол қиямет күні болатынына біз сенуіміз керек. Оны жиі еске алуымыз керек. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бір отырғанда сахабалар сұрады: "Я Расулаллах, айюл муъминина акияз?" Я Аллахтың елшісі, Құдайға иман келтірдім деп жүргендер ішіндегі ақылдысы кім деген сұрақ қойды. Пайғамбар оған жауап берді: "Аксарум лил маути зикран." Өлімді көп ойлайтындар дейді. "Ва ахсанухум лима ба'даху исти'дадан." Өлімнен кейінгі жағдайға жақсы дайындық жасайтындар дейді. Енді өзімізге сұрақ қойықшы. Біз солардан бармыз ба? Біз өзімізге бір мезгіл сұрақ қойып көрдік па? Егер мен өмірден кетіп қалсам, не болар екен жағдайым? Менің істеп жатқан тіршілігім Құдайдың алдында құрметке ие болуға жеткілікті ма? Егер мен өмірден кетіп қалсам, менің артында қалған әке-шешем, әйел бала-шағам діннен айнып кетпей ме екен? Мен жеткізе алдым ба оларға? Осы сұрақтарды қоядық па? Ешқайсымыз өлгіміз келмейді. Ал өлген адам қайсы өлгісі келіпті? Біз білмейміз қашан өлетінімізді. Біз білмейміз қай жерде өлетінімізді. Және біз білмейміз неден өлетінімізді. Және ол бізге білу міндет емес. Мен неден өлем деп сұралмайды. Мен қашан өлем деп сұралмайды. Бізге ол ықтияр берілмеген. Бірақ Алла Құранда айтты: "Вала тамутунна илля ва антум муслимун." Мұсылман болмай өлме деді. Мұсылман болмай өлме деді. Күніге көріп жатырмыз ғой, қанша хабарлар. Анда адам өлді, мұнда адам өлді. Кімнің өлгісі келіпті? Бір телефонды алып звондаған кезде көтересің: "О, брат, менің кішкентай балам туды өмірге. О, дұрыс, баракаллаху лак фил мауфилак" деп құттықтадық. Бірақ та, "О, брат, пәленше қайтыс болып кетті" деп тұрады да екінші телефон. Солай емес па? Бүгін біз бармыз. Ешкім өтіп ете алмаймыз. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи жеткен хадистер бойынша ертеңгі күнді өзіңнің күнің деп есептеме деп. Тіпті кей кезде пайғамбарымыз намазға шыққанда, имамдыққа шыққан кезде айтады екен: "Бұл намаздардың соңғы намаз сияқты оқыңдар" екен. Ама күн өлім келіп қалар. Бізге көп намаз, көп құлшылықпен есепке түспейміз. Біз жақсы құлшылықпен есепке түсеміз. Аз ғана құлшылығымызды көркем орындаумен біз құлшылыққа есепке түседі екенбіз. Сол үшін қияметтің күні Аллах Тағала бізді қайтадан тірілтуге ешбір қиын емес. Аллах Тағала құдіретіне. Сол қайта тірілетімізді білетін күнге дайындалуымыз керек. Қайта күні тірілетімге есепке дайындалып жүрген адам, өлімді жиі ойлайтын адам, оған құлшылықтар жеңіл бола бастайды. Өлімді ұмыта бастаған адамға құлшылықтар қиын бола бастайды. Сол үшін біз ертең қияметтің күніне қатты иман келтіруіміз керек. Сол үшін Аллах Құранда айтты: "Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин." Бұл намаз Құдайдан қорықпағандар үшін ауыр деді, қиын, шаршайды, жалығады, уақыты табылмай жатады. Бірақ Құдайдан қорыққандарға ауыр емес, ол жеңіл, рахат. Ай, мына дүниені тегі әбден кедергі болды ғой дейді намаз оқуыма. Иман әлсіреген кезде, тума намазын кеп қалғанын қарашынан бітіре салу керек еді дейді. Алла сақтасын ондай ойды. Алла ондай ойды сөйлеуден, ондай ойды ойлаудан Алла сақтасын. Сондай бір кісілер болған, намазда келген жаман ой үшін көзінен жас ағып кеткенде мұсылмандар болады. Намазда тұрып Құдайды ойлауымыз керек. Өйткені Аллах Құранда айтады: "Ва ақимис салата ли зикри." Намазды мені еске алу үшін оқы дейді. Намазды берген қарызыңды, бітпеген жұмысыңды, ұрсып отырған әйеліңді, біреумен таласқан ұрысыңды, бітпей жатқан дауды ойлау үшін емес, Құдайды еске алу үшін оқы дейді. Құдайды еске алу үшін оқы дейді. Сол үшін Аллах Тағаланың ертеңгі қияметін еске алсақ, намазды бізге жеңіл бола бастайды.
Ертең қияметтің күнінде амал дәптері оң қолынан, жаңағы жоғарыда айтқан періштелер жазған кітаптар жақсылықты оң қолынан берілетін адамдардың сөзі не болатынын білесіздер ме? Алла Құранда айтады: "Амман утия китабаху биямини". Ал егер кімнің кітабы оң қолынан берсе, фаяқулу, ол айтады дейді: "Ха умуқрау китабия", келіңдер, оқыңдар менің кітабым деп қуанады дейді. Оған дейін зәре шықпай тұрған. Оң қолынан кітап берілді, алдынан кітабы берілді. Оны келіңдер, оқыңдар кітабын дейді. Не деп айтады? Инни зананту анни мулақин хисабия. Өйткені мен ешбір күмәнсіз сенген Құдайдың алдында бір күні есеп болатындығын дейді. Амал дәптер оң қолдан керек па? Ойлайық сол күнді. Есеп болады сол күні. Қандай батыр болып кеткеніміз Алла сақтауға кешірсін біздерді. Қандай батыр болып кеткеніміз Құдайдың сөзін алдында. Бұл қандай Құран еді? Бұл қандай кітап еді? Бұл кеше Абу Бакр Сыддықты жылатқан бізден де мықты. Бұл Омардың көз алдында екі сызық қалдырған Құрандар еді. Бұл пайғамбар Мұхаммед Мұстафа түннің ортасында тұрып жылатқан Құран еді. Сирада келеді, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа соғысына Құран аяттары түсті. Елді уағыздады, біреу иман келтіріп жатыр, біреу иман келтірмейді, біреу кедергі жасап жатыр. Пайғамбарымыз үйіне барды, Құран аяттарын оқып жатты. Пайғамбарымыз үйінде Құран аяттарын оқып жатқан кезде түннің ортасында оны оқыған Құрандарын тыңдайын деп екі адам қабырғасына сүйеніп құлағын тосып отырды. Біреусі Абу Жахил, біреусі Абу Суфиян. Олар сол Құранды тыңдап отыратын еді. Күннің жарығы көріне бастаған үйлеріне бірақ қайтатын еді. Бір-бірін көріп қойып, неғып жүрсің? Елдер көрсе дінніңге бәрі тобырлап кіріп кетеді ғой. Енді бәрі келмейді деп екеуі ант ішіп кетті. Ертесіне қайттан келді. Айбладағы жүрегінде иманы жоқ кәпірлерді түнгі ұйқысын тастатып, қатынның қасынан кетіріп, жылы төсектен тұрғызып, біреудің үйіне барып құлағымен қабырғасына тесіліп тыңдатқан Құран біздерді неге солай тыңдатпайды екен, а? Біз иман келтірдік қой Құранға. Абдулла ибн Масуд айтады: "Харрику бихил қулуб". Құранмен жүректер тербетіп. Омар пайғамбарымызға дін тарату оңай болған жоқ. Пайғамбар дін тарату оңай болған жоқ. Осы Құран аяттар түсіп отырды. Сол Құран адам баласын түсінгендерді шынымен де жәннатқа қарай жетектеді, түсінбегендер өздерін тозаққа қарай сүйреді. Сол үшін айтады: Құран сөзі шайтанның тақпағы емес, адасқан ғалымдардың шатпағы емес. Құран оқып мәнісін түсінбеген екі дүние бақытын тапқан емес дейді. Өлгендерімізге арнаймыз Құранды, арнаймыз, тірі біздер қайда қалдық? Қашан оны тыңдаймыз? Қашан үйренеміз? Алла Тағала Құранда кәпірлерді айыптады: "Афала ятадаббарунал Құран". Олар Құран жайында ойланбай ма дейді, кәпірлерге айтады, мушриктер айтады: "Афала ятадаббарунал Құран". Олар Құран жайында ойланбай ма? Ам ала қулубин ақфаруха. Жоқ әлде жүректер құлыптанып қалған ба дейді. Біз мұсылманбыз ғой. Біз мұсылманбыз ғой. Егер кәпірлерді Құранды оқымаған үшін, Құран аяттарын ойланбаған үшін Аллахқа жүректер құлыптанған дейтін болса, бізге айып емес пе ол? Алла Тағала осы жерде, осы Құранда хабарлап жатыр, ол ертең қияметтің күнінде қайтадан сендерді тірілтіп алуға толық құдіреті жетеді. Егер дүниедегі құлшылық жеңіл болсын десек, сол күндерді ойлауымыз керек. Егер ақыретте қуанамыз десек, сол күндерді еске алуымыз керек. Біз Аллаға, оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, дозақ пен жәннатқа мүлтіксіз сенуіміз керек. Бұл ертегі емес, бұл ақиқаттар. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху сахабалары, пайғамбарымыздың өзі намаздың соңында: "Я Алла, жәннатты сұраймын, дозақтан сақта" деп тілейтіндігі, олардың жәннатты сұраған кезде дозақтан құтылып сұрағанда қандай көзден жас келгендігі. Bir күні пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға жасы үлкен бір әйел кісі келді, кемпір болып қалған. Сұрады: "Я Расулалла, мен жәннатқа кірем ба?" деді. Пайғамбар сөзін ойнап бастаған еді. "Жоқ апа, сен жәннатқа кірмейсің" деп пайғамбар сөзі аяқталған жоқ. Кемпір зар еңіреп жылады да кірмейсің деген сөзді естіп қалған кезде пайғамбар: "Жоқ апа,